Айт күні үй жинамайды, кір жумайды. Айт мұсылман қауымы үшін ең қасиетті, ең қуанышты мерекелердің бірі. Бұл күн тек діни мейрам ғана емес, адамдардың бір-біріне мейірім көрсетіп, кешірім жасап, жақсылыққа ұмтылатын ерекше уақыты болып саналады. Қазақ халқы ежелден айт күндерін қадірлеп, оны таза көңілмен, көтеріңкі рухпен қарсы алған. Сондықтан халық арасында айт күні үй жинамайды, кір жумайды деген түсінік қалыптасқан. Бұл сөздің астарында үлкен тәрбие, құрмет пен рухани мән жатыр. Ең алдымен, айт демалыс пен қуаныштың күні. Адамдар бұл күні күнделікті тіршілік қамынан алыстап, уақытын отбасы мен жақындарына арнауы керек деп есептелген. Үй жинау, кір жуу, ауыр жұмыс істеу сияқты шаруалар адамның уақытын алып, мерекелік көңіл күйді төмендетуі мүмкін. Сол себепті қазақтар барлық шаруаны айтқа дейін аяқтап қоюға тырысқан. Үйді алдын ала тазалап, дастарханын әзірлеп, таза киімдерін дайындаған. Бұл мерекеге деген құрметтің белгісі. Қазақ халқы тазалыққа ерекше мән берген. Тазалық иманның жартысы деген сөз бекер айтылмаған. Бірақ айт күні тазалық жасау емес, сол тазалықтың рахатын көру маңызды деп саналған. Яғни үйді мереке алдында жинап, айт күні тек қонақ күтіп, ізгі тілектер айтып, жақсы амалдармен айналысқан. Бұл күні адамдар бір-бірінің үйіне барып, амандасып, өкпе реніштерін ұмытып татуласқан. Айт күндері әсіресе үлкендерді құрметтеу дәстүрі ерекше орын алады. Жастар ата-анасының, ата-әжесінің үйіне барып, қол алысып батасын алған. Ал үлкендер балаларға ақ тілектерін айтып, дастархан жайған. Осындай кезде үй жинап немесе кір жуып жүру әдепсіздік деп қабылданған. Өйткені бұл күн туыстық байланысты нығайтатын, адамдардың бір-біріне көңіл бөлетін сәті. Сонымен қатар бұрынғы қазақ қоғамында айт күндері береке мен молшылықтың нышаны деп есептелген. Кейбір ырымдар бойынша мереке күні ауыр жұмыс жасау үйдің құтын қашырады деген сенім болған. Әрине, бұл діни міндет емес, халық арасында қалыптасқан дәстүрлі түсінік. Негізгі мақсат адамдардың мерекені күйбең тіршілікпен емес, қуанышпен өткізуіне жағдай жасау. Ислам дінінде айт күні қуану, таза киім кию, жақсы иіс себіну, мұқтаж жандарға көмектесу, садақа беру секілді амалдарға ерекше көңіл бөлінеді. Мұсылмандар таңертең айт намазына барып, бір-бірін құттықтайды. Балалар жаңа киім киіп, тәттілерге қуанады. Осындай рухани атмосферада үй шаруасымен айналысу мерекенің мәнін төмендетеді деп қаралған. Қазіргі заманда адамдардың өмір сүру салты өзгергенімен, айттың рухани маңызы сол күйінде сақталып келеді. Кейбір отбасылар бұл күніде күнделікті жұмыстарын істей береді. Дегенмен көпшілік әлі күнге дейін айтты ерекше күн ретінде қабылдап, үй шаруасын кейінге қалдыруға тырысады. Бұл ата-бабадан қалған тәрбиенің жалғасы. Айт күні үй жинамайды, кір жумайды деген сөзді кей адамдар тыйым ретінде түсінеді. Негізінде бұл қатаң міндет емес. Егер белгілі бір себеппен үй жинау немесе кір жуу қажет болса, исламда оған тыйым салынбайды. Бірақ халықтық дәстүр бойынша бұл күнді рухани демалысқа арнау құпталған. Яғни мәселе жұмыстың өзінде емес, мерекенің қадірін сезінуде жатыр. Айт адамдардың жүрегіне жылулық сыйлайтын мейрам. Бұл күні ренжіскендер татуласып, жалғыз қалған жандарға көңіл бөлінеді. Қонақ күту, дастархан жаю, балаларды қуанту қазақтың айттағы басты дәстүрлерінің бірі. Сондықтан үй шаруасын кейінге қалдырып, мерекені отбасы мен жақындарға арнау халқымыздың даналығы мен тәрбиесінің көрінісі. Қорытындылай айтқанда, айт күні үй жинамайды, кір жумайды деген түсінік қазақ халқының мерекеге деген құрметінен туған дәстүр. Оның басты мәні адамдардың уақытын бос әуремен өткізбей, рухани құндылықтарға көңіл бөлуі. Айт күні мейірім, кешірім, қуаныш пен бірлік үстем болуы керек. Осындай қасиетті күндерді қадірлей білу әр адамның адамгершілігі мен мәдениетінің белгісі.